Ең ауыр сыйлық. Бүгін Аружанның туған күні. 17 жас. Таңнан бері анасы мен бауырлары шулап, жылы тілектерін жаудырды. Достары да гүл мен кішкентай сыйлықтарын көтеріп келіп жатты. Бірақ Аружан үшін бұл күннің басты үміті әкесінің сыйлығы еді. Әкесі Қанат әскери қызметкер, көп уақыт сапармен жүретін. Үйде сирек болатын, бірақ әрқашан туған күнде арнайы келіп, ерекше сыйлық әкелетін. Бірде велосипед, бірде пианино, былтыр телефонын ауыстырып берген. Биыл не боларын елестетуде қызық еді. Аружан іштей күліп қиялдап отырды. Фото. Әлде армандап жүрген Италияға билет бекен. Түстен кейін қоңырау соғылып, есік ашылды. Табалдырықта әкесі. Бірақ бұрынғыдай қолында үлкен қорап, не гүл, не оралған сыйлық жоқ. Беті сынық, жүзі суық. Аружанның жүрегі шым ете қалды. Қызым, туған күніңмен деді де үнсіз ішке кірді. Үйдегілер жайылып дастархан жасап, бәрі күлімдеп отыр. Тек Қанат үнсіз, тамаққа да қол салмайды. Аружан шыдай алмай, жай ғана сұрады. Әке, сыйлығың қайда? Әкесі орнынан тұрып, қалтасынан бір кішкентай қапшық алып шықты. Ішінен ескі, сарғайған қағаз шықты. Аружан ашып қарады. Бұл анасының жазған ескі хаты еді. Төменгі жағына 1995 жыл. Кешір мені деп жазылған. Аружан түсінбей әкесіне қарады. Бұл сенің туған күніңе арналған сыйлығым емес. Бұл шындық, деді әкесі ауыр тыныспен. Сенің туған анаң бұл хатты саған бір кездері қалдырған. Мен сенің туған әкең емеспін. Сені кішкентай кезіңде өз баламыздай асырап алдық. Қанша жыл жасырып келдім. Бірақ енді шындықты білуге құқығым бар. Бүгін сенің шын өмірің басталатын күн. Аружан хатты қайта ашып оқыды. Көзінен жас парлап кетті. Сүйікті әкесінің бұл қалай сыйлығы? Қалай оны туған күнге арнауға болады? Әкесі еңкейіп қызының иығына қолын қойды. Мейлі, сенің қаның менікіндей емес шығар. Бірақ менің махаббатым, менің әкеліп жүрегім сенікі. Сені шын сүйемін. Бұл ауыр сыйлық, бірақ жалған үмітпен жүргеннен артық деп ойладым. Аружан жылап тұрды. Бұл өміріндегі ең ауыр, ең ащы, бірақ ең шынайы сыйлық еді. Ол бұрынғыдай емес, енді мүлде басқа адам еді. Бірақ әкесінің мейірімге толы көзіне қарап, бір нәрсені ұқты. Қан туыстық емес, жүрек туыстық ең қымбат байлық. Сол сәтте ол әкесінің қолын қысып, рахмет, әке. Бұл ең шынайы сыйлық болды, деді.